Өте ықтият болыңдар. Біреулерге зиян бермеңіздер. Зиянға ұшыраған адам сенің сыртыңнан дұға қылса, сен жағдайың жаман болады. Ол қиын мәселе. Ешкімді ренжітпеңіздер. Енді пенде болып кішкене бір сөзге қалған болсаңыз, бәрібір де соңында оны қол алысып, жақсы бауырым, айып етпе, кешірім сұрап тарап кету керек та. Яғни оның көңілінде сізге деген не қалып кетпесін. Өйткені сіздің оның хаққысына кірген болсаңыз, ол адам жапа шегіп тұрған болса, сіз себепті. Соған қарамай өзің кетіп қалған болса, кейін ол сізге дұға қылса жағдайың қиын болады. Расулам соны айтты, байқаңдар. Жапа шеккен адамдардың дұғасы сөзсіз қабыл болады. Ешкімді мәжбүрлеме дейді пайғамбар. Сен тек жеткіз, мен өзім тер болам дейді. Өзім қалаған тора жолға салам. Оны саған түсіндіріп те жатпаймын дейді хикметімді. Неге бұлар иманға келмейді деген сөздерді сен айтуға хақың жоқ дейді. Өйткені ол жақта менің әмірім бар. Дін ешкімді мәжбүрлемейсіз. Осыларды түсінбеймін. Қашан оқи деген намазда деген сөздер ол ақылсыз сөздер ол. Ақиқат міне саған бұйырды ма, альхамдулилля. Сен енді осыны ақырын жеткізуге тырыс шамаңыз келгенше. Адамның қамал бұзатын шағы, от кезі, шоқ кезі, кез келген нәрсені қопарып өтетін кезі бұл жастық шағы болғандықтан, именно сол жастық шағында не істедің деп Алла тағала қайтадан оралып сұрайды дейді. Жастық шағыңды немен өткіздің ай пендем деген кезде ұялмай тұрып айтатындай болу керек. Қазір егер жастық шағыңды дұрыс өткізе алмасаң, онда ертең бұдан өтіп кеткен кезде артыңа қарап тек қана не істеумен боласың? Қолымды мезгілінен кештермедім деумен боласың болды. Қатты есімде қалған нәрсе социология деген сабақ болды. Негізі бұл ілімнің де негізін қалаушы Ибн Халдун ғой, Абдурахман Ибн Халдун. Сонда айтады, адамдар жетістікке жету үшін күніне өзінің 24 сағатын 4-еуін арнаса болды дейді қазіргі заманда. Барлық жетістікке жеткен адамдар несін оқыған кезде, сол өзі жақсы көретін салаға, бірақ ол күнделікті болу керек дейді. Бір күн 4 сағат, 3 күн жоқ болып кетіп, кейін 4 сағат, 5 күн жоқ болып кетіп, той болып қалып бірдеңе ол болмайды дейді. Ауру енді біздің заманымызда хотя бы осылай ауырса екен деймін да адамдар. Күніне 4 сағатпен ақ. 4 сағат итақта былай кетіп қалып жатыр ғой негізі. Пасықтармен жүріп тәтті тамақ жегенше дейді, ізгілермен жүріп тас тасығаны 1000 есе абзал деп айтқан екен да. Абай атаның өзі айтады ғой, сөзім өтсін десең дейді, қолыңда не билігің, не байлығың болсын дейді. Екеуі жоқ па дейді, сенің сөзің алынады екен деп ойлама дейді. Сенің таңдауыңнан дейді, кейде саған ұнамайтын нәрселер болады дейді. Осылай болу керек болады, басқа мүмкіншілік жоқ, таңдау жоқ. Қалтаңа көп мөлшерде ақша түскен кезде дейді, ойыңа бірінші арамдық келетін болса, онда саған байлық қайырсыз болып тұрғаны дейді да. Қыздарға айтамыз ғой, жігітпен кездескен кезіңде оның ана өтірік өлеңіне сенбей-ақ қой анау. Сен 376 қызсың уже, ол өлеңді естіп отырған бар ғой. Мен деген сені көргенде басың кетіп қалды деген өлең бар ғой. Ол 6-шы класстан бері талай адамға айтып тастаған ғой. Ол өтірік өлеңіне сенбей-ақ қой оны. Одан кейін кафеге барып кездесіп анау мен онша аппетитім жоқ деген өтірік, ол обжора ол. Сенің алдыңда просто мейірімді отыр да, былайша негізгі айтқым келетін, мен 10 ай жүр, 1 жыл, 2 жыл, 3 жыл, 4 жыл жүр, екеуі паркте кездеседі ғой, ешқандай проблема жоқ жерде. Екеуі бірін кім екенін біле алмайды. Өйткені адам басына іс түспей, маска шешілмейді ғой, сырын бермейді ғой. Екеуі де мейірімді болып жүре береді да, проблеманың бар үйленгеннен кейін бастап. Артық араласу әлеуметтік желінің өзінде ешбір пайдасыз жерде сіздің ізіңіз қалмау керек. Әсіресе сіздің Мұхаммед пайғамбардың үмбетінің, оның ішінде осы жерде оқып отқандарымыздың ешбір пайдасыз әңгіме әлеуметтік желіде, пайдасыз әңгіме, пайдасыз кино. Мен зиянды әңгіме, зиянды киноны айтпай-ақ қояйық бұл жерде. Харам нәрселерді айтпай-ақ қояйық. Пайдасыз. Неге өйткені пайғамбарымыз Абдулла ибн Аббасқа не деді? Яхрис аля ма янфаука. Өзіңе пайда келтіретін нәрсеге ғана талпын. Қиямет күні саған, сені мен Алланың алдында абыройыңды көтеретін, тозаң салмағандай болса да жәннатқа қарай итеретін,
тозаң салмағындай болса да тозақтан қашыратын, алыстататын пайдалы нәрсеге қарай ұмтыл. Немесе кешегі дұғасында өткен сабақта айттық. Инни аузу бика мин илмин ла янфағу. Пайда бермейтін білімнен қашамын сан. Сол секілді пайдасыз кинолар, күллі әлем пайдасыз. Сізге айтайын, ол пайдалы сияқты болып көрінеді. Даже көптеген мәселелерді талқылайтын ток-шоу жиналыстардың барлығы түк шешпейтін бос нәрселер. Бұл өмірде сен қанша жақсы болсаң да, табиғи түрде сенен жалығатын, мез болатын адамдар шығады екен. Сен қанша адал әрі таза болсаң да, саған сенбейтін, сенен күмәнданатын адамдар да шығады екен. Әрі сонымен бірлікте бүткілдей өзіңді ұмытып, өзіңді қаршаққа арнап, солар үшін құлшын тырысып жатсаң да, сені қадірлемейтін, бағаламайтын, қастерлемейтін адамдар да шығады екен. Ең қызығы сол, басқаларға қаншалықты сүйкімді болайын деп құлшынған сайын, соншалықты сүйкімсіз, жек көрінішті болады екенсің. Әрі басқалардың алдында қаншалықты қадірлі болайын, бағалы болайын деп құлшынған сайын, соншалықты қадірсіз, бағасыз болады екенсің. Бұл өмірдегі ең қиын нәрсе адамға ұнау екен та. Жалқаулық бізде жаңағы нәпсіде істеп кетеді. Мысалы намаз құптан оқу керек болып тұр, жаңағы да бір қонаққа барғанбыз, ауыз ашар керемет әңгіме, шариғат сөйлегенбіз сол жақта. Енді бізден артық тақуа жоқ қылғанбыз, енді үйге келіп құптан оқиын десек, бір әлсіреп, шаршап, бір ұйықтап, сосын оқиын ба деген нәпсілік нәрсе бастап отыр. Сосын Алла Тағала мындай бір аятты есіме түсіреді. Құранға қараймын ғой, енді мен Құранға қарап оқып жатсам, ла яътуна ссалата илля ва хум кусала дейді. Мұнафықтар туралы айтып жатыр, өтірік иман келтіргендер пайғамбар заманындағы. Олар намазға келген кезде тек қана жалқауланып қана әрең келеді дейді. Ойбай деймін да, маршрут перестроен жасап, тазаланып, сөйтіп сумен жасылап тұрып, дәреттен ау ықылас кіретіндей қылып ысқылап жуып, сөйтіп көп жерге әдемілеп тұрып, әдейілеп тұрып шайтанға ерексіп, жалқаулықтың жоқ екенін дәлелдеп, осы өмір, осының бәрін жихаду нәпс дейді, нәпсімен күресу.